талай шамығыпты, сондықтан бабаларым жазыпты. Тарихына тоқталсам қазағымның, мойнына талай қырық салыныпты. Сахын мен көк түріктен бастау олар тарихын ұстап тұрған тамыр ұлтты. Керей Жәнібек шу ойын жайлап барып, хандық құрып Азияға танылыпты. Көз алартқан ойраттар ойран салып, ақтабан шұбырынды деп жазылыпты. Одан соң қатын патша отарлап ап, жерме кілең мұжық ағылыпты. Хан кенен Махамбет пен Исатайлар ерсірім елімай деп жабығыпты. Ерсірім елімай деп жабығыпты. Ақ патшаның тұсында соғыс қайдап, бұратана дегенді жағылыпты. Күн көсем қызыл үкімет орнатамын болады деген екен бәрі мықты. Аша тұяқ қалмасын деген ұран ашаршылық жылы боп жабығыпты. Кеңестік үкіметін кеңеспестен құрбан боп қазақтағы шалыныпты. Одан кейін Алаштың арыстарын аты басып қақпастар қағыныпты. Ұлы Отан соғысына одан кейін аттанып ұлым қызым жауыныпты. Тың егеріп содан соң соқа сүйреп жерімнің құнарымен нәрін ұқты. Қазақтың кең даласын зертхана қып Семейдің полигоны жарылыпты. Ауғанға да аттанған ағаларым тау ішінде тынысы тарылыпты. 86 желтоқсан жел соғып, ксро-ның құлады жарымықты. 91-де азаттық таң арайлап, Алладан алған қазақ разылықты. Қазақтың талай томдық тарихы бол, сондықтан жасқанбастан жаз рухты. Том-том кітап болады шығаруға, жасалды демеңіздер қазылықты. Мектепте біздер оқып жатқан тарих, шын мазақ қылғандайын қазір ұлтты. Бірі бар, біреуі жоқ ерлігімнің, ұстаз бен оқушыны мезғыпты. Тарихқа болады бұл құрметсіздік, баланың осы кімдер назынықты. Сорғалың болған бұл қазағымның тарихы жұп-жұқа боп жазылыпты.